Бәріңе сәлем. Бүгінгі видео Free Fire туралы болады. Себебі Free Fire туралы видеолар өте көп просмотр жинайды. Және осыдан 2-3 жыл бұрын Қазақстандағы ең танымал ойын болды. Сол кезде барлық школьниктердің телефонын қарасаң, Free Fire ойынын ойнады. Тіпті қазірдің өзінде әлі осы ойынды ойнайтындар бар. Бірақ баяғыдай көп емес. Видеоның тақырыбына өтейік. Free Fire туралы 10 факт. Видеоны соңына дейін көр. Видео қызықты болады. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Арнаға да тіркел. Видеомызды бастаймыз. Free Fire ойынын 2017 жылы 4 желтоқсанда Garena компаниясы шығарды. Ойын Play Marketте 1 миллиардтан астам рет жүктелген. Ойындағы валюта, монета және алмаз. Free Fire'ды тек телефон арқылы ойнауға болады, бірақ компьютері барлар BlueStacks деген арнайы эмулятор арқылы ойнайды. 2021 жылы Free Fire Max деген графикасы жақсартылған жаңа нұсқасы шықты. Ойында әртүрлі қабілеті бар персонаждар бар. Мысалы, Алок, Келли, София, Тимур және тағы басқалары. Кронос персонажы Криштиану Роналдудың бейнесінде жасалған. DJ Алок персонажы шын өмірде танымал жұлдыз. Free Fire'да әр 2 ай сайын обновление болады. Обновлениеде жаңа қарулар, персонаждар, карталар қосылады. Ойынды шығарған Garena компаниясы Сингапур елінде орналасқан. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңдар. Келесі қай ойын туралы видео шығарайын, комментарийге жазыңдар. Сау болыңдар.